Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыз ақпаратты ұсыну бөлімінің бірінші тақырыбы біздің айналамыздағы ақпарат. Бүгін үйренетініміз ақпаратты өңдеу, әртүрлі ақпараттарға мысалдар келтіру, ақпаратты ұсыну. Ойланайық. Ақпарат ұғымы бізге таныс па? Ақпараттарды қайдан аламыз? Ақпарат дегеніміз не? Айналаңа, қоршаған ортаға көз салшы. Табиғаттың, адамдардың тіршілігін, көліктердің қозғалысын көресің. Түрлі құбылыстарға куә боласың. Яғни, түрлі ақпарат аласың. Мысалы, біз терезеден қарап, бүгінгі ауа райының қандай екендігі туралы ақпарат бере аламыз. Еңбек ететін әрбір адамның қызметі де әртүрлі ақпараттарға толы. Ақпарат бізге қалай беріледі? Ақпарат бізге жазбаша, ауызша және қимыл қозғалыс түрінде беріледі. Ақпарат тірі табиғатта да, өлі табиғатта да болады. Демек, ақпарат алмасудың алуан түрі бар. Атап айтатын болсақ, ақпарат алмасу қарым-қатынас жасау арқылы, ойлану арқылы, өз бетімен зерттеу нәтижесінде жүреді. Ақпарат дегеніміз сақтау, өңдеу, жеткізу және пайдалану нысаны болып табылатын қоршаған ортада болып жатқан мәліметтер мен өзгерістер. Қоршаған орта бұл ақпарат көзі. Біз ақпаратты қалай қабылдаймыз? Ақпаратты біз көру, есту, иіскеу, дәм тату, сипап сезу арқылы қабылдаймыз. Ақпаратты алуға адамның сезім мүшелері қатысады. Олар көз, құлақ, мұрын, тіл және тері. Көз көру мүшесі, құлақ есту мүшесі, мұрын иіс сезу мүшесі, тіл дәм тату мүшесі, тері сипап сезу мүшесі. Біз көбіне қолымызбен сипап сеземіз. Міне қызық, ғалымдардың деректері бойынша біз ақпараттың 81%-ын көру арқылы, 10%-ын есту, 4%-ын иіскеу, 3%-ын дәм сезу және 2%-ын сипап сезу арқылы алады екенбіз. Ақпарат адамға не үшін керек? Адам ақпаратты пайдалана отырып, белгілі бір мәселелерді шешеді. Жаңа ұғымдар мен ақпараттар алады. Қажет болса, ол ақпаратты өңдейді. Мысалы, сен компьютерде мәтін жазасың. Оны өңдейсің, қағазға басып шығарасың. Керек болса, пошта арқылы досыңа жөнелтесің. Демек, біз ақпаратты есімізде сақтап қана қоймай, оны өңдеп тарата аламыз. Бұл ақпараттық үдерістер деп аталады. Яғни, ақпараттық үдерістерге ақпаратты іздеу, ақпаратты жинақтау, ақпаратты сақтау, оны жөнелту, ақпаратты пайдалану, ақпаратты өңдеу процестері жатады. Ақпараттың өзгеруі оның өңделуі деп аталады. Ақпаратты өңдеген соң, адам оны әрі қарай қажетіне жаратады. Ақпарат ұғымы ғылымның барлық салаларында, мысалға алатын болсақ, информатика, экономика, физика, философия, биология сияқты ғылымдарда кездеседі. Информатика пәні компьютермен тығыз байланысты. Себебі ақпараттардың көбін компьютердің көмегімен өңдейміз. Информатика дегеніміз ақпараттық үдерістерді, яғни ақпаратты іздеу, жинақтау, сақтау, жөнелту, пайдалану және өңдеуді зерттейтін ғылым. Міне оқушылар, ақпарат туралы біраз мағлұматтар білдік. Енді осы видеоның төменгі жағында сілтемеде тапсырмалар бар. Сол сілтемеге өтіп, тапсырмаларды орындай қойыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.